Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте керемет болып шығатын ыстық тағам розочки рецептісін ұсынамын. Алдымен қамыр илейміз. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет болады. Оның үстіне тұз себеміз. Жақсылап венчикпенен араластырамыз. Аз-аздан ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ыстық су құямыз. Он менен суды кезек-кезек алмастырып салып шығамыз. Осындай сұйықтық пайда болған кезде күнбағыс майын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Суымызды қосып, тағы да араластырамыз. Кезекпен ұн қосамыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Судың бәрін толықтай қосып болғаннан кейін қалған ұнымызды қосып, жақсылап қамыр илей бастаймыз. Алдымен қасықтың көмегімен, содан соң қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамыр бізде қолымызға жабыспайтындай болуы керек. Дайын болған қамырдың бетін жауып, бірнеше минутқа тындырып қоямыз. Енді фаршын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге тартылған етке пиязымызды қосып, оның үстіне тұз, бұрыштарымызды сеуіп аламыз. Барлығын жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Бірнеше минутқа қойып қоямыз. Бізде қамыр дайын, бірнеше минут тұрды, әбден тынып болды. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Қамырды қалың емес жұқалау қылдырып жайып шығамыз. Қамырды жайған кезде кішкене ұн пайдалансаңыздар болады. Қамырды жайып алдық, енді оны осындай дөңгелектер етіп кесіп аламыз. Менде осындай қамырды кесетін құрал болды, сол себептен мен осылай кестім. Егер сіздерде ондай құрал болмаса, кез келген стаканның көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Бізде осындай дөңгелектер шықты. Қалған қамырдың бөлігін салафанға салып тындырып қоямыз, кейін одан тағы да осындай дөңгелектер жасаймыз. Дөңгелек формаларды алып, бір-бірімен біріктіреміз. Бізге 5 дөңгелек қажет болады. Барлығын біріктіріп алғаннан кейін, ортасына осылай видеода көрсетілгендей ішіне тартылған етімізді салып шығамыз. Қамырдың астын осылай көтеріп шығамыз. Сол кезде бізге қамырдың ішінде салынған салмамыз сыртқа шығып кетпейтін болады. Жақсылап қолымыздың көмегімен осылай орап шығамыз. Міне бізде бірінші алғашқы розочкамыз пайда болды. Енді кейін қалған бөліктерін барлығын біріктіріп, дәл осылай розочка қалпына келтіріп шығамыз. Жаңағындай қамырдың барлығын бір-біріне біріктіріп, оған фаршты саламыз. Қамырдың төменгі бөлігін көтеріп, салмасын жауып шығамыз. Салма салынған қамырды осылай ораймыз.
Міне бізде тағы да өте әдемі розочка шықты. Қалған қамырдың барлығын дәл осылай жасап шығасыздар. Міне бізде осындай әдемі, көзге тартымды болып көрінетін тағам пайда болды. Енді осының барлығын қазанымызға салып пісіретін боламыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, оның үстіне пиязымызды қуырып аламыз. Қуырылған пияздан кейін үстіне үккіштен өткізілген сәбізді қосып, тағы да қуырамыз. Бір қасық томат пастасын қосамыз. Жақсылап барлығын араластырамыз. Сарымсақты алып, арнайы пресстен өткіземіз. Егер сіздерде пресс болмаса, онда пышақпенен турап қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, бірнеше минут қуырамыз. Тозын себеміз. Қайнаған суды құйып, кішкене қайнатып аламыз. Енді дайындап қойған розочкаларымыздың барлығын жақсылап жайғастырып аламыз. Шеттерінің барлығына дөңгелектеп туралған картопымызды осылай орналастырып аламыз. Егер сіздер картопты ұнатпайтын болсаңыздар, қоспай қойсаңыздар болады. Бұл міндетті емес, әркімнің өзінің қалауына байланысты. Бізде отбасымызда картопты сүйіп жейді, сол себепте мен картопты қостым. Барлығын салып алғаннан кейін үстіне тағы да ыстық су құямыз. Тұзын сеуіп қайнатамыз. Піскенін ағаш қасықпенен тексеріп аламыз. Картоптарымыз езіліп тұрса, онда тағамымыз пісті деген сөз. Дайын болған тағамды табадан түсіріп, тарелкаға салып, қонақтарымызға, отбасымызға ұсынамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамыр өзінің формасын сақтап, ешқандай да шашылып қалған жоқ. Жақсы толықтай болып пісіп шықты. Ал иісіне келетін болсақ, үйдің іші өте керемет иіске бөленіп, тәбетіңізді ашады. Ерекше тағам дайындағыларыңыз келсе, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.